Егер үш бірлік бір бөлігі болса, ол келмес еді. Онда ол қараңдар, Мұса сендерге осыны бұрын айтқан, деп айтпас па еді. Енді қараңдар, мен Құдаймын, мен Құдайдың бір бөлігімін, ол үш бірлікті түсіндіре алар еді. Солай ма? Бірақ ол олай етпеді. Ол Мұсаның айтқанын сөзбе-сөз қайталады. Жақсы, заңды қайталау 6.4-те былай делінген. Мен осыған тікелей жауап берейін, бұл жақсы сұрақ. Заңды қайталау 6.4, Исаның келтірген аяты. Тыңда, Израиль, Құдайымыз жаратқан ие жалғыз Құдай. Жалғыз деген сөз ол ихат. Ихат бұл күрделі бірлікті білдіреді. Жаратылыс кітабында сондықтан еркек әке-шешесін тастап, әйеліне бірақ қосылады. Сөйтіп екеуі бір тұтас болады деп айтылған кезде дәл осы сөз қолданылған. Бұл күрделі бірлік. Сонымен заңды қайталау 6.4-те Құдай күрделі деп айтылады. Бұл Иса келтірген нәрсе. Үш бірлік деген осы.